Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен қажетті електен өткізілген ұн және де тоңазытқыштан алынған салқын сары май. Сары майды ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Жақсылап ұнға ауната отырып, үккіштен өткізіп аламыз. Достар, видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Және де барлық қажетті ингредиенттерді өлшемдерімен төменге описанияға жазып қалдыратын боламын. Яғни қолымызбен араластыра отырып крошка дайындаймыз. Дайындап алдық. Үстіне қантты саламыз және шым-шым тұз саламыз. Қопсытқыш саламыз. Және де жұмыртқаны саламыз. Үстіне қаймақ салып, жақсылап қолымызбен қамыр дайындайтын боламыз. Барлығын араластырып, жақсылап қолымызбен қамыр дайындаймыз. Мінекей қамырымызды дайындап алдық. Пищевой пленкаға орап, тоңазытқышқа 20 минутқа саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алдымен сүзбемізді саламыз. Және де бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Бір жұмыртқаны саламыз. Бір жұмыртқаның сарылысын шетке алып қоямыз. Үстіне қант саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз, яғни езіп аламыз. Неге біздің салмамыз дайын? Енді пергамент қағазын төсеп, үстіне ұн сеуіп жібереміз. Тоңазытқыштан қамырымызды алып, бір үлкен және бір кіші бөлікке бөліп аламыз. Кіші бөлігін шетке алып қоя тұрамыз. Қамырдың үлкен бөлігін ұн сеуіп, орташа қалыңдықта жаятын боламыз. Енді қамырымыздың ортасына осындай формамызды қойып, яғни пішінін шығарып алатын боламыз. Енді шетін барлығын дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Артық жерлерін барлығын кесіп алып тастаймыз. Және де қамырдың кескен шетін ішке қаратып, узор шығарамыз. Дәл осы видеодағыдай жасайтын боламыз. Узорымыздың бәрін шығарып алдық. Енді келесі қамырдың кішкене бөлігін ұн сеуіп жаятын боламыз.
артық жерлерін осылай кесіп алып тастаймыз. Бұл кескенше қамырларды тастамаңыздар, яғни кішкене жайып, балаларға күлше ретінде пісіріп берсеңіздер болады. Және де қамырларымызды дәл осы видеодағыдай кесіп шығамыз. Қамырымызды алып, ортасына салмасын саламыз, сәл ғана тегістеп, осылай жайғастырамыз. Және де кескен қамырларымызды бетіне осылай дәл осылай орналастырып шығатын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк баса отырыңыздар. Сіздер үшін үнемі пайдалы әрі оңай жасалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Қалған қамырдан шетіне кішкене осындай әсемдік ретінде гүл жасап жерсеңіздер болады. Дәл осылай әсемдеп шығатын боламыз. Енді бетіне жұмыртқаның тек сары уызын ғана жағып шығамыз. Және пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп алатын боламыз. Әр пештің қызуы әртүрлі болғандықтан 150-180 градустың арасында пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Дәл осылай жасап дайындап көріңіздер. Және де достар, арнаға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, баршаңызға ас болсын.